жер, байлық бұл халықтікі. Алдағы ондаған жылдық өмірімізге қызмет ететін заңға өзгеріс енгізіп жатырмыз. Бір-бірін сүйеп ұстап тұр, керек болса кейбір жерлерде. Бір-бірін тартып ұстап тұр. Сәл жел болып, сәл кішкенде бір жауын шашын болатын жағдай болса, ол сразу құлайды. Референдумның маңызын, референдумның өзектілігін біз жастарға бүйтіп түсіндіре алмайтын сияқтымыз. Парламент депутаттары бұлай жиі кездесулерге шыға бермейтін еді. Жалпы өңірде қандай өзекті мәселелер бар екен? Депутат боламын деген азаматтар осындай бір жерлерге барып демеушілік жасап, бір көшені істеп, екінші істемей қойып, бір нелер болғандар да болды. Үгіт насихат жұмыстарына депутат ретінде сіздің көңіліңіз тола ма? Ел президентінің мұны батыл шешімі баршамызды ойландырып қойды, шынды айтқанда. Біз күткен жоқпыз. 20-дан астам депутаттық сауал жолдаған екен осы күнге дейін. Сансыз баптар мекені өзімізде тұр ғой. Тұрғындардың түйткілді мәселесі төңірегінде депутаттық сауал жолдадыңыз ба? Барлығын ұрлап кетті, барлығын тасып кетті. Бізде ешқандай билікте бақылау жоқ деген мәселелерге мен өзім кейбір мәселелерге қосылмаймын да. Енді бір қызық сұрақ қойғым келіп отыр. Елдің сенімі бұл үлкен аманат. Қайырлы күн, құрметті көрермен, біз Уақыт каналында өздеріңізбен қайта жүздесіп отырмыз. Біз өзіміздің дәстүр бойынша бүгін де мәжіліс депутатына келіп отырмыз. Өңірдегі, елдегі бірқатар өзекті мәселелер төңірегінде пікірін білгіміз келіп отыр. Ендеше бүгінгі біздің кейіпкерімізбен таныс болыңыздар. Қазіргі уақытта мынау Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісіндегі ең белсенді депутаттардың бірі Фахриддин Қаратаев. Фахриддин мырза, сұхбатқа келісім бергеніңіз үшін әуелі алғысымды білдіремін. Мынау өңірімізге келіп отырсыз, сол мүмкіндікті пайдаланып, сізге сауалдарымызды қойғымыз келді. Тікелей сұрақтан бастайық, бірінші мынау қазіргі уақытта мәжіліс депутаттары елде жұмыс сапарымен жүр. Өзіңіз мынау қалаға келіп, бірқатар тұрғындармен кездестіңіз, партия мүшелерімен жолықтыңыз. Жалпы өңірде қандай өзекті мәселелер бар екен? Кездесулер кезінде неге көзіңіз жетті, нені байқадыңыз? Әуелен бар, осы Уақыт каналына шақырып сұхбат алайық. Халықтың, елдің көкейкесіндегі мәселелерін бірқатар айтайық. Себебі қазір бұқаралық ақпарат құралдары арқылы естіп отырған, қарап отырған, бізге неғып отырған көрермендеріміз бар. Біздің тұрғындарымыздың бүгінгі таңда үлкен бір қазір саяси өзгеріске, саяси науқанға қандай дайындықпен барамыз, не істейміз, не қоямыз деген мәселелердің барлығы осы халықтың ішіндегі мәселелердің бірі деп есептеймін. Себебі халықпен күнделікті парламент мәжілісі депутаттары, одан бөлек тағы да министерство, ведомстволардың өкілдері кездесе бермейді. Сондықтан мұны арнайы апрельдің 29-ында еліміз президенті Қасым-Жомарт Кемелович өзінің жолдауында Халықтар Ассамблеясының 31-ші сессиясында арнайы жолдауда халыққа референдум туралы айтты, осыған жарлыққа қол қойды. Содан кейін барлық жерлерде халыққа түсіндіру жұмыстары, өздеріңіз жақсы білесіздер, бұрын енді қатысқан адамдар бар, қатыспағандар бар, жастарымыз бар. Мына референдум не деген сұрақты бірінші, ол не, қандай болады, кімді сайлаймыз, кімді қоямыз деген мәселелерді ел жұртты айтып отыр. Сондықтан бұл мәселені өте бір толыққанды саяси науқанға, өзіміздің өзімізге саяси өмірімізге деген көз қарастың өзін бір өзгертіп, соны референдумға қатысып, әрбір адам өзінің құқығын пайдалана отырып, осындай референдумға қатысып, өзінің мүмкіншілігін пайдалану керек деп есептейміз. Сондықтан бүгінгі таңда 12 майдан бастап, мамырдан бастап, біздің парламент қабырғасындағы барлық депутаттары және де одан республикалық штаб, одан мына қалалық штабтар, аудандық штабтар құрылып, осында үлкен жақсы жұмыстардың бастамасында міне өзіміз жүрміз. Халықпен кездесулеріміз кезінде халықтың біріншіден әуелен бар үлкен сенімі, адамдар ойлап, бұл не үшін қажет болды? Конституцияға өзгеріс енгізу. Не үшін референдум жасау керек? Баяғыда референдумсыз-ақ парламент қабырғасында заң жобаларын қабылдап өздеріңіз не қылдыңыз ғой деген сұрақтар да туындады халықтың ішінде. Енді халық болғандан кейін ел көп мәселені бағана мен айтып өттім, күнделікті көре бермейді, жұмыспен әрі-бері жүргенде. Бірақ дегенмен, әлеуметтік желілер арқылы, телевидение арқылы бұқаралық ақпарат құралдары және де осы өздеріңіз сияқты үлкен YouTube каналы арқылы да халық білу керек, есту керек. Сондықтан арнайы
Шымкент қаласына іс-сапармен келіп, бүгінгі таңда 4 әріптесімізбен бірге барлық алыс не дейміз, қаланың ішіндегі тұрғындармен кездесіп, әр түрлі кәсіп иелерімен, мысалы ұстаздар қауыммен, дәрігерлермен кездесіп, одан бөлек ел ақсақалдары, елдің аналарымен кездесіп, жастармен кездесіп, осында туындап жатқан мәселелерді біз біріншіден келгеніміз бұл жерде халыққа осының бақыт бағдарын түсіндіріп айтып беріп отырмыз. Олар түсінбегендерді сұрап жатыр. Бағана айтып өттім, референдум ол қалай болады, не болады, кім сайлаймыз деген сұрақтарда туындады. Бірақ түсіндіріп айтқаннан кейін, біз өзіміздің ата заңымызға, конституциямызға өзгерістер енгіземіз екен. 33 позициясын сол неде 33 позиция бойынша өзгерістер енеді. Сол 98 бізді бап болатын болса, соның 33-не деген 3-тен 1-не өзгерістер енгізіп, біз жаңа Қазақстанның жаңа бір үрдісімен жастарымыз үшін, болашағымыз үшін біз өзімізге үлкен бір не дейді, саяси науқанды біз басталып, соған халқымызды, өзіміздің тұрғындарымызды даярлап, соларға түсіндіру жұмыстарымен осы қаланың ішінде жүрміз. Сонда қалада енді өздеріңіз жақсы білесіздер, қала қазір біздің 3-ші мегаполис болып Астана, Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы және Шымкент қалалардың бүгінгі таңда беделі артып, территориясы да үлкен болып, одан бөлек баяғы аудандардың кейбір ауыл округтері қаланың ішіне қосылғандығы, қаланың саны, бұл қаланың үлкен бір деңгейде республикамызда 3-ші мегаполис болып тұрғанның өзі үлкен бір жақсылықтың бірі деп есептейміз. Ал енді сол кездесулерімізде қойып жатқан сұрақтар, түрлі түсті сұрақтар, түрлі түсті өтініштер. Енді көпшілігі, бағана айтып өткендей, көпшілігі қазіргі бүгінгі тұрмыс деңгейіміз қалай болады? Біздің қазір жастардың саясаты қалай болады? Ертең парламентті, ертең референдум өтеді, заң қабылданады, референдум қабылданады, ал одан кейін қандай жағдай біз өмір сүреміз деген туындаған мәселелер көп болды. Болып та жатады, болып жатыр бүгінгі таңда. Міне бүгіннің өзінде біз ақсақалдарымызбен кездескенімізде ақсақалдар бір мәселені көтеріп айтып отырып, дұрыс дейді, біз қолдаймыз. Әрқашанда еліміздің саяси науқанына біз белсенді араласып жүргенбіз, біз қолдаймыз. Бірақ біздің қазіргі алып атқан нәпақаларымыз, біздің пенсионерлеріміз аз ғой. Бүгінгі таңда осы мәселе қалай болады деген мәселені көтеріп айтып өтті. Сонда біріншіден әуелем бар. Одан бөлек тағы да бір айтып атқан мәселелердің бірі, әйелдердің зейнет жасына байланысты көп мәселе көтеріліп, осы мәселе бойынша да елдің өтініштер. Мен бір мәселені айтып өткен болар едім. Осы мәселе туралы біз парламент қабырғасында осы еңбек министрлігімен талай мәселе біздің тарапымыздан, депутаттар тарапынан талай мәселе көтеріліп, ол мәселені біз әрқашан бірінші мәселеге біз қолға алып отырмыз. Бірақ дегенмен бір мақал бар, әнерде бюджет мәселесі оған сәл кішкентай соны неғымаға жетіспеушілігіне байланысты пока бұл мәселені тоқтап тұрайық. Біз басқа мәселе, өзекті мәселелерді біз неғып алайық деп, бұл мәселені сәл шегіріп тұрған жері де бар. Сондықтан референдум өткеннен кейін кеше ғана еңбек министрі Тамара Дүйсенованың өзі, Тамара ханымның өзі бұл мәселемен мен де қолдаймын деп айтып шыққаны өзі халыққа жақын болып жатқандығы. Президент тапсырма берді. Біз ашық болуымыз керек. Депутаттар халыққа, халық билікке барлығына ашық көзбен қарап, өзінің өтініш, өзінің ыстық ықыластарын білдіруге міндетті өздері толыққанды айта алады бүгінгі таңда. Бұрын егер еске алатын болсаңыздар, парламент депутаттары бұлай жиі кездесулерге шыға бермейтін еді. А қазір, мысалы, қараңызшы, көктемде шықтық, тағы да міне әлі не болмай тұрып, тағы да осы мәселені қолға алғаннан кейін бізде халыққа түсіндіру жұмыстарды Аманат партиясының фракция мүшелері толыққанды бүгін таңда барлық жерде толық жұмыс атқарып отқандығын мен өзім куәгері болып отырмын. Мен өзім Аманат партиясының мүшесімін. Мен Аманат партиясының депутат болып сайланған азаматтың біреуімін. 6-шы сазы, міне Алла нәсіп етіп
7 созивта депутат болып қызмет атқарып отырмыз. Бұл дегені енді парламент қабырғасында депутаттар тек қана заң қабылдайды, қол көтереді, ешқандай мұқтажға ескермейді, ана биліктегі айтқан нелерін бәрін қалай әкелсе солай болады деген бір пікірлерде жүреді елдің ішінде. Оны дұрыс түсіну керек. Әнерде законопроект дейміз, заң жобаларына алып келгенде, заң жобаларды біздің парламент қабырғасында депутаттарымыз зерттеп, әрбір сала бойынша ауыл шаруашылық, мысалы, одан бөлек, мысалы, әлеуметтік сала комитеттеріміз, оны международный отношения дейміз, мұны халықаралық деңгейдегі мәселелерін, сол әрбір комитет өздері бірінші комитетке түседі, сол комитет арқылы басқа комитеттерге жіберіп, содан жұмыс топ құрылып, біздің жұмысымыз содан кейін басталады. Енді қазір қараңызшы, міне қазір өздеріңіз жақсы біліп, біздің отандастарымыз, халқымыз түсінеді, біледі. Кешегі мысалы пандемия, міне 2 жыл, 3 жылдың көлемінде, 2 жылдың ішінде талай мәселелер болды. Бірақ бюджеттің қыруар ақша бөлініп, осы мәселеге біз кішкентай болса тосқауыл қоя білдік деп есептейміз. Себебі соның арқасында біз бұрын дайын болмағанбыз. Ондай бір аурулардың бірден келіп, халыққа жақпай былай неғын өте қатты көптеген біздің бауырларымыз бұл өмірден өтіп қалды. Қиын болды. Жас деген жоқ, кәрі деген жоқ, басқа деген жоқ. Сол сияқты бюджетті көбірек нелердің барлығы осы бағыт бойынша жұмыс жасалынды. Ал енді міне қазіргі референдумға байланысты келіп ел мен халықпен араласып, халықтың мұқтажын ескеріп отырғанымыз, мен мысалы өзім бір депутат, халықтың бір аманатын, өзімнің бір неме алып, бақылауыма алып, мен де қолымнан келгенше ертең халықтың алдына, еліміздің тұрғындардың алдына келгенде, мейлі ол ауылда тұрсын, мейлі қалада тұрсын, мейлі ауданда тұрсын, бірақ халық біздікі. Жетістігі біздікі, кемшілікті біздікі. Біз енді кемшілігімізге ананы алай болды, мынамыз мынадай болды, барлығын ұрлап кетті, барлығын тасып кетті, бізде ешқандай билікте бақылау жоқ деген мәселелерге мен өзім кейбір мәселелерге қосылмаймын да. Міне қазір қараңызшы, ашық түрде елмен сөйлесіп неған кезімізде біздің халқымыздың көзі ашық. Олар толық қанды ішінде баяғы ұстаздарымыз бар, баяғы жұмыс істеген біздің ел ақсақалдарымыз бар. Сол ақсақалдардың көтеріп отқан мәселелері, бағана айтып өттім, пенсия жасы әйелдердің, кейін барып өзіміздің баға дейді бір рет тұрып атқан жоқ. Дұрыс? Өте дұрыс айтылып отыр. Баға дейді, былай көтеріліп, пенсия көтерілмей тұр, баға өсіп кетеді. Мынадай жағдай болмай тұр, былай болды. Бірақ біздің пенсияларымыз бүгінгі таңда беріп атқан аз деген бір толыққанды жеріміз бар, суымыз бар, байлығымыз бар, жер асты байлығымыз дегендей осындай мәселелерді көтеріліп отыр. Ал бұл енді бұның барлығы Конституцияға өзгеріс енгізілгеннен кейін біртіндеп бұл ана заң жобалары қазір міне 33 бапқа өзгеріс енгізіледі, Алла нәсіп етсе, одан кейін 20-дан астам заң жобалары қайттан қаралады. Міне осындай жақсы жұмыстарын біз басқасында жүрміз. Енді өзекті мәселе бір жерге барсақ, мысалы қазір ғана нелерден мына халықтың мұқтаж деп өзіңіз айтып қалдыңыз, мен оны кеңірек тоқталып айтып жатқандығым, мына мысалы 42 ауыл мысалы Шымкент қаласына қосылды. Көптеген жерлерде баяғы ауданның территориясында болды, облыс территориясында, сол олардың мәселелері, мұны әлеуметтік инфрақұрылым мәселелері шешім таппаған. Соның салдарынан бүгінгі таңда қалада тұрып жатқан, міне 3 жыл, 4 жыл көлемінде әлі бізге ешқандай не болған жоқ. Неге бізге мұны істеп берем деп айтылды, міне енді басталып жатыр. Мына жерінде светіміз мынадай, суымыз мынадай деген мәселені айтып отыр. Мысалы, Сайрамда бір мәселені мен өзім көрдім, Сайрам тұрғын алқабында көргенім. Мына екінші рет олармен сөйлесіп көріп отырмыз. Мысалы қараңыз, үйлер халық қаланың несімен, қалада. Бірақ мына жолды 2018 жыл тендер ойнатқан, ол неде қалып кеткен? Облыстың балансында. Әлі олар облыс балансы, облыс қабылдап алып, қалаға өткізіп беру керек. Қараңызшы. Міне қай жерде мәселе жатыр. Одан бөлек, қазіргі мына шаруа қожалықтар баяғы аудандарда болған шаруа қожалықтары жерімен, малымен, несімен барлығы қалаға қосылды. Жер
қаланың балансында, енді территория бойынша бөлініп. Бірақ бүгінгі таңда олардың мәселесі қаланың налог дейміз ғой. Енді сол налогы енді баяғы облыс көлемінде тұрған кездегінде емес, олардың налогы көтеріліп қалды. Олар да бір мәселе болып тұр. Біз енді олардың барлығы керек өзекті мәселелерін алып, мен айтып отқаным, өзіміздің әріптестерімізбен бұл мәселе бойынша жоғарғы министерство ведомстволармен әлі көптеген жұмыс атқаруымыз керек екен. Керек деп есептеймін. Себебі мұны мәселелерді біз дұрыстап шешіп берсек, дұрыстап біз бағыт бағдарға беріп берсек, сонда ғана біздің қаламыздың өсіп өркендеуіне, мысалы ауылдық егіс жерлеріміз, жайылым жерлеріміз бар. Кейбір жерлерді айтып отқан, өзім көріп отқан жерім, жайылым жерлерді біреулер алып бидай екіп бастаған. Жайылым жерлерге су келмейді, бұрын қандай нелер бар дейді. Енді су келмейтін ол көрініп тұр, білініп тұр. Себебі су төбе жақтан келіп жатқан суымыз ағын су. Бүгінгі таңда ол тапшы болып тұр. Себебі қысты күні біраз жауын қар өте аз жауды. Одан бөлек қазір ғана бар қар еріп біз жаққа келіп жатыр Ақсу өзеніне. Бірақ Ақсу өзенінен бөлініп Шымкентке мына ішімдік суға тартылып жатыр. Одан бөлек басқа аудан көлеміндегі тағы да Түркістанға да ол мәселелер бойынша да жұмыс атқаруымыз керек. Бұндай мәселелер әлі ол бір күнде шешілетін мәселе емес. Оны біртіндеп осы тиісті мемлекеттік органдармен біз тиісті халықтың мұқтаждарын ескеріп жұмыс жасаймыз деген өзіміздің ақ ниетіміз бар. Тағы бір мәселе свет мәселесі. Қараңызшы, свет біздің қалада енді мына тұрғын алқаптары дейміз ғой. Сол жерлерде свет жиі өшуіне байланысты. Мына баяғы 60-шы жылғы, 70-ші жылғы біздің столбаларымыз әлі қызмет жасап тұр. Бір-бірін сүйеп ұстап тұр, керек болса кейбір жерлерде. Бір-бірін тартып ұстап тұр. Сәл жел болып, сәл кішкенде бір жауын шашын болатын жағдай болса, ол сразу құлайды. Бір-бірімен тағы да осында бір жағдайлар болып жатқан жері бар. Сондықтан бұл мәселе бойынша да мен оңтүстік жарықтың басшыларымен кешеде хабарластым, тағы да хабарласып, мынау мәселелерді біз дұрыстап, мынау қазіргі 21-ші ғасырда халқымызға, тұрғындарға, қаламызға қолдан келгенше осы свет өшіп қалды, мысалы. Енді соны дер кезінде барып халыққа, тұрғындар, ел ақсақалдар, ел сөйердегі нелерге хабарлама беріліп, мынадай жағдай болды, мынадай жағдаймен жұмыс жасалып жатыр деп айтылып тұрса, халықта уже біліп өздерді күткен нәтиже болып тұрады да. Кейбір жерде қалай болады? Ешкім ештеңе айтпайды, ақпарат жоқ. Бірақ жерде сұрасаң айтады, вот мына дейді не болды, мына кеше жауын шашын болды, ана не түсті, шақпақ түсті, соның арқасында мынадай жағдай болды деп, сондай мәселелерді мен өзім көріп отырмын. Сондықтан біздің алға қойған мақсат халықтың мұқтажы ешқашан неде қалмайды, жерде қалмайды. Ол әлбетте біз мен өз тарапымнан, мысалы өзімнің білгенімше, қолымдан келгенше біз жұмысты жасай береміз. Түсінікті. Енді мен жаңа референдум деп айтып қалдыңыз ғой. Қазір өзімізге белгілі өңір-өңірде, аудан-ауданда мынау қоғамдық штабтар құрылып, үгіт-насихат жұмыстары жүріп жатыр. Десе біз бір нәрсені байқаймыз, көп жағдайда ол кісілер мынау ауыл-ауылдарға барып, мынау мектептерде, мәдениет үйлерінде халықты жинап кездесіп жатыр. Десе де осындай кезде біз бір мәселеге көзіміз түседі, ол мынау жастар жағының белсенділігі. Яғни ауылдарда өтетін жиындардың көпшілігіне егде жақтағы азаматтар келеді, үлкендер келеді, қариялар келеді, ақсақалдар келеді деген сияқты. Бірақ біз жастардың белсенділігін байқамаймыз осындай кезде. Ал осыдан кейін бізде қарапайым мынау сайлауды алып қарайықшы. Сайлаудың кезінде біз әлеуметтік желіде әншілерден бастап, белсенділерден бастап, өзіңіз де білесіз ғой, қысқаша роликтер жариялап, біз насихаттап жаттық. Енді бұл екі науқанның салыстыруға келмейтін сияқты. Бірінде біз 3-4 жылдық мемлекеттің басшысын сайлаймыз, немесе депутатты сайлайтын болсақ, екінші мәселе біздің алдағы ондаған жылдық өмірімізге қызмет ететін заңға өзгеріс енгізіп жатырмыз. Енді осындай тұста менің білгім келіп отырғаны, біз соңғы уақытта мынау әлеуметтік желінің мүмкіндігін дұрыс пайдаланбай жатқан сияқты көрінеміз кейде.
біз мынау белсенділі қоғамдық штабтың барлығы барып ауыл-аулармен жинап, бұл метод, бұл әдіс 10-15 жыл бұрын өзінің нәтижесін бергенде шығар. Бірақ қазір біз жастарды бұл нәрсеменен қарата алмаймыз. Референдумның маңызын, референдумның өзектілігін біз жастарға бүйтіп түсіндіре алмайтын сияқтымыз. Осыған қатысты үгіт-насихат жұмыстарына депутат ретінде сіздің көңіліңіз тола ма? Өте орынды сұрақ, рахмет. Енді бір мәселені толық айтайық. Мысалы, референдум қазір бұл ата заңымызға үлкен өзгеріс жасалайын деп жатқан, бұл үлкен бір халықтың көкейкестегі мәселелердің шешімін табады деп үлкен сенім, үлкен үмітпен осы мәселеге барлық ел жұрт күтіп отыр. Сонда мына жастарымыз деп айтып қалдыңыз. Жастарымыздың бүгінгі таңда мен бүгін мына Аманат партиясының филиалында жастарымызбен кездестім, жастарымызбен сөйлестім. Мысалы, мен келгеннен бері бір күнде 4-5 жиындар болып жатыр. Біз ана барған жерде баяғыда форматты баяғыда бәрін залға жинап қойып, залда отырып, сол жерде бір доклад жасап, 3-4 адам сөйлетіп, ура деп, сол жерде қол сабалақ неғып, содан кейін барып ішінен ана жастардың, тағана нелердің ішінен адамдарын сөйлетіп, былай неғылады. Жоқ, қазір еркін форматта өтіп жатыр. Қазіргі өтіп жатқан барлық, мысалы, мен Шымкент қаласының өзіне толыққанды айта аламын, мысалы, мына біздің Түркістан облысында да, мысалы, қараңызшы, барлық жерде осы штабтардың ел жұрттың ішінде мынау референдумға мынау дұрыс екен, мынау мәселеге біз барамыз, біз мынаны қолдаймыз деген азаматшалардың сөзінде естіп отыр. Жастардың өзінің үлкен өздерінің патриоттық сезімді көріп келіп, мына мысалы колледжде болдым, колледжде. Одан бөлек мына диагностикалық орталықтың мына кардиология бөлімшесі сол жерде де болдым. Диагностикалық орталықта да болдық. Ол жерде де ана неғанда ел жұрттың ана жерде қуанышпен қарап, ана депутаттарға деген үлкен бір сенімін көріп, одан бөлек мына қала мәслихатының депутаттарында шауып жүгіріп жүріп жұмыс атқарып жатқандығы да көріп, ел жұрттың енді бұрынғыдан өзгеше болып отыр. Бұрын енді тойлап, оған қаржы бөлініп, мысалы қараңызшы, оған көп қаржы, сайлауға қаржы бөлініп деген. Қазір бұл жерде өзінің мүмкіншілігімен, өзің бұл жерде бағананы байнерді іліп қойып, бұлай нелерге, енді оның барлығы бетеп ойлап қарасақ, ол кетіп атқан үлкен қыруар қаражат, мысалы. Бірақ бүгінгі таңда халықтың өзінің бір несімен неғып жатқандығы да, мысалы енді әншілерді әкеп концерттер қойып, енді болды енді ондай жағдайлар. Мысалы сайлаудың баяғыда бір 10 жыл бұрынғы өзімізді штабтың басқарып неғып жүрген кезімді көрдік. Депутат болам деген азаматтар осындай бір жерлерге барып демеушілік жасап, бір көшені істеп, екінші істемей қойып, бір нелер болғандар да болды. Бірақ енді қазір заңды түрде өзіміздің мына заманауи жаңа Қазақстанды жаңа құқырамыз, болашақ жастардың қолында, жастарымыз бізбен бірге әрекет етіп жұмыс жасап атқандығы бізді қуантып отыр, жастарымыздың. Мен өзім көңілім бір жағынан толып отыр, шынды айтсам. Мына жастарым сөйлестім ғой, бүгін де сөйлестім. Сөйлескенімізде жастар айтады, бізге көп мүмкіншілік беріп жатқан екен. Біз міне енді түсіндік. Мысалы, олар бірінші рет қатысады. Әлі 18-ге шыққан біздің азаматшаларымыз, солар енді бірінші рет қатысып, олар конституция, мынау бап бар екен, мынау не екен, олар өздері іздеп, мына әлеуметтік желі арқылы, мысалы, недегі шыққан мәселелерінде кеш айтады, біз дейді, мына елбасы туралы, тұңғыш президентіміз туралы, мына дейді, заңға дейді, өзгеріс жасап дейді, оны алып тастады. Енді қараңыз, президент өзінің өкілеттіктерін мысалы бөліп беріп жатыр, өзі ешқашан мысалы өзінің туыстары неде мемлекеттік квази мемлекеттік секторда да жұмыс істемейтін болып отыр. Мысалы өзінің бұрын істеп жатқан азамат, бұрын туысқаны болып істеп жатқан адам болатын болса, ол өзінің қызметтен ол қош айтысады. Ол жаңа біздің мына конституциямыз бойынша референдум қабылдағаннан кейін қанша пайыз дауыс береді, референдумға қанша адам келіп қатысады. Бұл да соның өзі де үлкен бір мәнісі. Себебі референдумның қазір бізге международный дейміз ғой, халықаралық байқаушылар, халықаралық бір мемлекеттердің барлық ұйымдардан өздерінің нелерін арнайы жібереді. Олар көреді, Қазақстандағы референдум ол халықтың өзінің көңіл күйімен жасалып жатыр ма, жоқ билік оған зорлық зомбылық жасалып жатыр ма. Олар бәрін көріп отырады. Оны қазір біздің еліміздегі
саяси жағдайды және де біздің еліміздегі қандай жағдайлардың барлығын олар бақылап көріп отыр. Ертең бағасын береді. Оның біз 30-40-тан астам мемлекеттен келеді. Бұл енді бұйырды бір әлі оның несі көбейеді. Избирком қазір ғана орталық сайлау комиссиялары кеше ғана айтып отыр. Пәленбай біздің мына 40-тан астам мемлекет өздері бізге мына біздің референдумды күзетші болып, соны күзетіп, соған байқаушы болып, бақылаушы болып келіп көреді. Әлі бізден үйренетін мәселелер бар екенін, біздің де үйренетін мәселеміз шетелдің тәжірибелерін алуымыз керек. Сондықтан көп мәселелер былай неғанда жақсылықпен ол шешім табады деп ойлаймын. Енді өзіңіз қараңыз. Мына той жасап, или бір жерлер бір не, ол да тағы біреуге жүктеме болады. Біреуге айтады, мысалы, басшылық айтуы мүмкін, тағы да бюджеттен қаражат бөлуі мүмкін. Анау Қайрат Нұртасын алып келейік, давай дейді. Давай дейді, анау Димашты алып келеміз дейді. Тағы да бір нелерін шақырайық деген. Оның барлығы айланып келгенде кімге ол? Мысалы, қазір бүгінгі таңда Наурызден кейін Наурыз мерекелеріміз тойланып жатыр. Наурызда құттықтаулар болып жатыр. Бұның барлығы қаражатқа байланысты болғандықтан, бұл қаражаттарын біз үнемдеп, біз анау керекті өзіміздің жолымызға, өзіміздің мына светіміз или біздің мына суымызға не қылсақ, сол дұрыс деп есептеймін. Енді бір қызық сұрақ қойғым келіп отыр. Дегенмен де бұл әлеуметтік желіде жиі көтеріліп жүрген сауал, сондықтан тікелей өзіңізге қояйын. Біз мынау айтып жатырмыз ғой, көптеген өзгерістер болып жатыр дейміз. Жергілікті атқарушы билікте өзгеріс болып жатыр, парламентте өзгеріс болып жатыр деп, үкіметте болып жатыр дейміз. Енді нақты сауал. Біз жаңа Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз ба, жоқ әлде жаңа Қазақстанды әлі құрып жатырмыз ба? О, өте орынды сұрақ. Жаңа Қазақстанды біз енді мына жаңа өзіміздің конституциялық реформалармен енгізіп, жаңа Қазақстанға біз қадам қойып, содан енді бастап жатырмыз деп айтсақ, бұл дұрыс болады. Жаңа Қазақстанды біз құрып, жаңа Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз деп айтсақ, бұл ертерек болады. Біз жаңа Қазақстанымызды дамытып, өзіміздің Қазақстанымызды дамытып, жаңа заң жобаларымызбен, жаңа конституциямызды біз өзгерістер енгізіп, біздің алға қойған мақсаттарымызды айқындап алатын бір заманда қазір өмір сүріп отырмыз. Жаңа Қазақстанды біз былай немен өзінің жүйемен ол алдымызға қойып, соны құруға біз бәріміз міндеттіміз. Бәріміз бірге жұмыс жасауымыз керек. Әлемдік тәжірибе бұл. Бұл жерде мысалы бір үй соқсаңыз 20-30 жылдан кейін сол үйіңіздің ремонт талап етеді. 10 жылдан кейін талап етеді, 1 жылдан кейін талап етеді. Бірақ өзгерістер болды. Сол өзгерістерді біз парламент қабырғасында парламент арқылы қабылдап жіберсе де болатын еді. Бірақ ел президентінің мұны батыл шешімі баршамызды ойландырып қойды. Шынды айтқанда, біз күткен жоқпыз. Біздің президентіміз батыл шешім қабылдап, бұны референдум жүзінде, референдуммен халықтық бір неге алып келіп, сөйтіп қабылдайды деген мен ойлаймын, мен білмедім, мен басқа, бірақ көп адам оны күткен жоқ. Себебі ойладық, барлық заң жобалардың бәрін алып келеді, бәрін даярлайды, сол комиссия құрылған, сол топ барлығын әкеп парламентке ұсынып, парламент арқылы, одан сенат президент қол қояды деп ойлаған болатын. Бірақ халық арқылы референдум жасалып, халықтың дауысын жиналып, сонымен бір қабылданатын болғаны, бұл халықтың үнді құлақ асып, халықпен санасқанның бір түрі деп білемін. Мана 3 жылдың көлемінде 2019 жылдан бастап еліміз президент болып сайланғалы бері, оның мақсат мұраттарын талай адамдар жұмыссыз қалып отыр, талай адамдар мысалы жауабын беріп отыр, талай мәселелерді шешім таппағандар бүгін болмаса ертең болмаса бір күн оның жауабын береді. Уақыт келеді, өмір ақар дария дейді, ақар су дейді. Өмір өте береді. Бірақ атқарған әрбір суының да сұрауы бар. Сондықтан істелген жұмыстың әлбетте оның сұрауы болады. Ол өмірде бәрі өмір бақи емес ештеңе. Барлық мәселе бұл халықтың жағдайынан келіп шығып, мына заң жобаларда ата заңымыздың өзгеруде ол халықтық бір немен осыған тұспа-тұс келіп отыр. Сондықтан жаңа Қазақстанымыздың жаңа үрдістерін біз дайырлап, соған бағытталып жұмыс жасаймыз. Жаңа Қазақстанымызды бірлесіп тұрып, бәрімізді бірге соның нелерін неғыламыз деген бір ой, ниеттер барлығымыз үшін осындай ниеттер. Жақсы, енді мынау келесі сұрақ, мен мынау
өзіңіз туралы ақпаратты іздеп қарадым. Сонда мынау белсенді депутаттардың бірі деген ақпаратқа көзім түсті. Өйткені сіз осы күнге дейін соңғы дерек бойынша, мен оқыған ақпарат бойынша 20-дан астам депутаттық сауал жолдаған екенсіз осы күнге дейін. Енді менің білім келіп отқан, сіз көктемде де келдіңіз ғой жұмыс сапарымен қаламызға. Сол көктемде халықпен кездестіңіз, тұрғындардың мәселесін тыңдадыңыз, дәл сол тұрғындардың түйткілді мәселесі төңірегінде депутаттық сауал жолдадыңыз ба? Жалпы мынау айтып отқан депутаттық сауалдардың ішінде өңіріміздегі өзекті мәселені шешетін қандай мәселелер болды? Енді мен мақтанбай қояйын, біздің тұрғындарымыздың әлеуметтік желі арқылы да, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы да кімдің қалай жұмыс істеп жатқандығыны өздері бәрі көріп біліп отыр, бағаны халық берсін. Мен баяғыда өзім жұмыс істеп жүрген, мен мысалы ауылдың әкім болып қызмет атқарып, ең жоқ қиын қыстау замандарда жап-жас болып бізде ауылдың әкім болып қызмет атқардық, елге қызмет істедік. Сол кезде ауыл әкімшілігінде бюджет ештеңе жоқ еді. Міне бюджеттің қабылданып, міне парламентке барғанда осы мәселені мен ел президентінің алдында да көтерген болатын, ауылдың әкім болып жүрген кезімде. 2003 жыл, қараңызшы, 2003 жыл мен Қарабұлақ, Сайрам ауданы Қарабұлақ елді мекенінің Қарабұлақ ауыл округінің әкімі едім. 96 жылдан бастап 2004 жыл 17 августқа дейін Қарабұлақ ауыл әкімінің міндетін атқардым, әкім болдым. Халқымен бірге жұмыс атқардық. Сол кезде 35 мың Қарабұлақта халық тұрушы еді. 35 мың. Бүгінгі таңда 60 мыңға жуық, 60 мыңнан астам халық тұрады. Сонда тәйтелеп енді тәуелсіздікті алып, осы бюджетте анау нелер жоқ, басқа жоқ. Біз енді бір не керек болса ауданға жүгінеді, аудан бюджетіне жүгіреміз, бірақ ояқтан шешім таппайды. Сонда халықтың баяғы ата салт дәстүрлерімізді арқалы мектептер құрдық, бақсамен. Сол мектептерді балаларымыз бүгін күнге дейін оқып жатыр. Мысалы, бастауыш мектептерді бір емес 2-3 жерде не қылдық. Одан бөлек мектептерге тағы да қосымша сыныптарды біз асарлатып соқтық. Бюджеттен бір тиын ақша кеткен жоқ. Сонда мені қолдаған, мен оны бір өзім істеген жоқпын. Мен айта алмаймын, мен бір өзім істедім деп. Ол халықтың мұқтажы туындады. Халықтың елдің ақсақалдары, елдің белсенді азаматтары, жанашырлары, біз мына балдарым үшін мынаны істейік деп өздерімен біз бірлетіп тұрып, асарлатып көп мәселені шештік. Сонда менің бірақ мәселені айтқым келеді. Мысалы, халықтың мұқтажын тыңдап, біздің не бір кәсіпкер азаматшаларымыз бар. Елге, халыққа қызмет атқаруда. Ол кәсіпкер болудың өз оңай емес. Ол да қанша біреуіне жемей, екеуін жемей, үшеуін жемей, өзі соны жинақтап, соған әрекет жасап, қолдан келгенше түн демей, күн демей жұмыс жасап, базарда сауда жасап кәсіпкер болып жатқандар бар, басқалары бар. Міне осындай жағдайларда біз мысалы халықтың мұқтажын тыңдағанда депутаттық сауалдамалар маған туындайтын бірақ мәселе. Мына халықтың ішіндегі мәселені мен түн демей, күн демей кейбір уақытта ойланып жүремін. Мен не істесем халқымызға, мен парламент қабырғасында жүріп, қалай бір не қылсақ сол халыққа жақын болады. Мысалы, қараңызшы, электр энергия мәселесі бойынша да депутаттық сауалдарды біз қайта жолдап отырмыз. Мысалы, мына ауыл шаруашылық, мына жерлеріміз, мысалы біздің пастбище жерлеріміз деймін, жайылым жерлеріміз туралы. Одан бөлек, енді елімізде қандай қайғылы оқиғалар болып жатқанда өздеріңізді бір кейбір уақытта біліп не көріп отырсыздар. Сондай жағдайларда да ол халықтың мұқтажы, ол біздің міндет. Мен содан жаным ашығанда сондай мәселелерді алып, ойланып, толғанып, осы мәселені көтеріп, правительствоның алдына, министрлердің алдына қойып жүргенім рас. Оны қорқатын, ол не қылатын неміз, ол біздің міндетіміз айту, қадағалау, осы мәселе не болды деп шешім таппай жатқан мәселелерді біз ықпал етуіміз қажет. Сөйтіп мен есептеймін. Сондықтан біздің мысалы жақында ғана бір мәселені депутаттық сауал деп бір айтсақ та болады. Мына министр культура дейміз, мәдениет министрлігіне Абаевқа мына Шымкент қаламыз. Мен біздің қазір Түркістан қаламыз, Түркістанымыз қандай дамып жатыр, қандай нелер болып жатыр. Неге біздің мысалы туристер келгенде, бірінші Шымкент келеді, туристер келгенде. Шымкенттің құрамында
біздің өзіміздің баяғы ата бабамыздың жатқан, мысалы Ибраһим аталарымыз, Қарашаш аналарымыз, мен одан бөлек Бәлегердан бабаларымыз, сансыз баптар мекені өзімізде тұр ғой, өзімізде. Баяғыда мен жақсы еске аламын, 2007 жыл аудан әкімінің орынбасары болып қызмет атқарып жүрген кезінде Индонезияның парламент мәжілісінің спикері келіп, облыс әкімі Болат Әбжаппаров жылқы жейіп еді, өз күтіп алып, сайрамға апарып, бірінші сайрамды, одан кейін барып Яссауи бабаларымыздың нелеріне барып, Құран бағыштап, сөйерді неғаны мен өз көзіммен көргенмін. Сондықтан міне осындай мәселелерін көтеріп айтып неғып отырмын. Себебі біз мысалы қаламызды туризм дамитын болса, туризмде біздің Шымкенттің бұл тарихи шаһарымыз. Бұл бекерден бекерге талай біздің әлі біз білмеген, біздің неғылмаған нелеріміз әлі ашылған жоқ. Бізді зерттеулер жасалып, болашақта осы тарихымызды, осы туризмді дамытып алатын болсақ, міне осындай мәселелерге де мен көңіл аударып, өзім мәселені көтеріп жүрген жеріміз бар. Енді әрине одан бөлек мына қараңшы, жан-жақты жақында ғана тағы да бір мәселені біз әлеумет неге депутаттық сауалнама жолдадық, бір 15-20 депутат. Мына біздің бүгін күнде мусорный полигон деп айтамыз ғой. Иә, қоқыс полигоны. Қоқыс полигондары жан-жаққа қарасаңыз, мына қоқыс полигонына айланып кетті. Таза бір тұрып, былай неғып жатыр, алады да қаланың сыртына бір жерге апарып төгіп бәрін. Бұл республика бойынша да, бұл біздің бір Шымкентте емес, барлық жерде осы мәселелерді қолға алу керек деп депутаттық сауалды бас прокуратураның атына біз жолдадым мен. Мысалы, соған жолдадық. Менің қасында тағы да мені қолдаған депутаттарымыз болды, әріптестеріміз. Міне осындай. Одан бөлек тағы да бір мәселе айтатын болсақ, мына біздің жан-жағымызда тағы карьерлер мәселесі. Карьерлер дұрыс, болғаны дұрыс, бәрі жақсы. Бірақ біздің жайлымыз құрып отыр. Біздің мынау ағын су, өзендеріміз уже, өзендердің бойындағы, қарашы қазір, Бадам өзенінің жан-жағы қалай болып кетті. Міне осындай мәселелерді қолға алып, біз премьер-министрдің атына, біз мынау нелерге, министрліктерге, ведомстволарға осындай мәселе, өзекті мәселе зерттеп, сол мәселені беріп отыр. Халықтың бұл мұқтаж. Анерге барып, бір Шымкентте емес, бүткіл республика бойынша, мысалы, Түркістанда ана күні телевидение арқылы көрсетіп жатыр. Мынау нені карьерлердің санынан анерде мына жолды мына ауыр машиналар биыл істеп не қылады, көзге қарай жетпейді, жолдар былай болып кеткен көзіңізбен көріп отырсыздар. Сондықтан біздің мақсат енді жол ережелері бар. Одан бөлек грузоподъемды жүретін жолдың машиналардың нелері бар. Бұның бәрін еске алу керек деп есептейміз. Оны қолға алу керек. Бізде бір жаман несі осы айтылатын мәселелерде мына бір нелі айтылса, кейбір уақытта осыны айтқан депутаттың өзінде жексұрын болып, ана депутат не қылды, ондай жағдайлар өзімізде тұспа-тұс келіп жатқан жерлеріміз бар. Сондықтан бұл халықтікі. Жерді, мына конституциямыз біз қабылдағаннан кейін, конституцияға жаңа өзгерістер енгізілгеннен кейін, референдумнан кейін көп мәселелер тағы да айқындалады. Себебі жер, байлық бұл халықтікі. Бұл халықтікі. Қазір мына қараңшы, жайылым жерлеріміз мысалы пәленбай жылға алып қойған бос жатыр, бірақ жайылым жерлерге иелік жасап жатқан басқа біреулер келіп, ана жайылым жерінің структурасын бұзып, анерде мал жайылымы о жердегі ана егін еккеннен кейін оның құнары басқаша болып кетеді. Сондықтан осындай мәселелер ол біздің көкейкестегі, мына жүрегіміздегі халықтың мәселесі. Оны дұрыс түсінуіміз керек. Одан бөлек тағы да бір мәселе көтеріліп, жақында ғана мына құрылыс сапасыз құрылып жатқан үйлерді қараңызшы. Үйлерді біз ипотекамен или ана немен алып отырмыз. Бірақ бір жылға, 2 жылға жетпей төбесі түсіп жатыр. Анаяқта анау не болды, мына мынаяқта болды. Ана қиралып, ана сыртына қойған нелерін түсіп, ертең адам шығыны болса, ол кімнің несі? Ол бір жақтан құрып, бір жақтан біз былай не қыламыз, ол да болмайды. Сондықтан мына мемлекеттік бақылауды күшейту мәселесін, мысалы қабылдау мәселесін облыстықтар облыста, қалада, оның барлығын мына республикалық деңгейде бақылау жүргізілмейтін болса, біздің мына сапасыз салынған үйлеріміз 5-10 жылдан кейін өзінің оғанда жетпей қалуы мүмкін. Оны үміттен жастарымыз міне өздеріңіз қатар сол квартира алдында қуана қабылдап аласыздар. Бірақ осы мәселелердің нәтижесі қандай болып отыр? Сол мәселеге кім мән беріп отыр? Сондықтан мына мәселелердің барлығы осы жергілікті билікте, жергілікті халық жергілікті мәслихаты бар, одан кейін барып
мына парламентіміз бар. Біз бәрімізді осы мәселені қолға алуымыз керек. Министерство, ведомство, мамандарымыз дұрыс жұмыс жасап, соны дұрыс қабылдап, дұрыс шешім келетін болсақ, біздің мынау негімізге үлкен бір жақсы бір не болған болар еді. Электр энергия, қараңызшы. Міне көтерген мәселеміз бір 60 жылғы құрылымдарда әліге дейін сол тұр. 60-70 жыл. Мына ішіндегі жеке меншікке мысалы неге оңтүстік жарық бізге қамтамасыз етеді, бірақ газымызды біздің мына электр энергиямызды біз үшін тұрғындарымыздың мың мұқтаж былай есептеп қарасаң и кәсіпкерлікке де оның қатты әсерін тигізеді. Одан бөлек мұны бағаның өсіп, бағаны былай неғып тұрғанның өзі де бұл халықтың неғын. Біз халықтың жағдайына қарап антимонопольный комитет дейміз. Солар келісім беріп жатқанда бағаны өсіріп, олар әрине анаяқты алып келгеннен кейін бағаны қымбатқа сатқысы келеді. Бірақ халық оны көтере ме, көтермей ме? Ол қай жерде қандай? Біздің көптеген кәсіпкерлеріміз, көптеген халық, мынау не дейміз, тұрғындарымыздың өтініштері бағаның дейді, электр энергияның қымбаттығы, одан кейін барып мына газдың қымбаттықтары, одан мысалы судың мәселен қымбаттықтары кейбір нелерде президентке дейін жетті ғой осы мәселелер. Осы мәселелерін біз қолға алып, мысалы жергілікті атқарушы билік дейміз. Соның барлығы бағана айтып өттік, біз министерство, ведомстволардың бұл жерде өкілдіктері бар. Одан бөлек осы мәселелерді ескеріп жұмыс жасайтын болсақ, біздің тұрмыс деңгейімізде біртіндеп өзгеріс жасалымыз. Міне осы жаңа Қазақстанымызға біз бәрімізді бір жанашыр болуымыз керек. Жаңа біз үрдістерге біз қалыптасуымыз керек. Өзіміз дайындауымыз керек. Сөздің қысқасы бір айтқанда да дұрыстап орнына қойып тұрып біз депутаттық сауал бермесек, ертең біздің ел жұрттың алдында неғанда біз өтірік сөйлеп, ертең қызарып, ертең ана-мына жағдайға болып қалатын нелеріміз бар. Сондықтан елдің аманаты бұл елдің сенімі бұл үлкен аманат. Аманат партиямыз өзі аманат. Партия болып құрылғанның өзі. Қараңызшы, бұл ата-бабамыздан қалған бұл өмірдің өзі аманат қой, мен сөйтіп есептеймін. Адамның өмірі біреу 60 жыл, біреу 100 жыл, біреу 70 жыл, біреу оған жетеді, біреу жетпейді. Міне аманат дүниеде Алланың берген. Бір-бірімізге деген осы жақсылығымызды аянбай, қолымыздан келгенше жақсы өмір сүретін болсақ, бізді жаратушының өзі қолдайды деп есептеймін. Жақсы. Фахриддин мырза, мына бүгін сұхбат барысында бірқатар ақпараттарға қанық болдым. Енді мына бізді тамашалайтын көрермендеріміз бар. Референдум келе жатыр. Тұрғындарға не айтасыз? Көрермендерімізге, біздің тұрғындарымызға, отандастарымызға баршасының үйінде, барлығының үйінде мен бірінші елімізде тыныштық болсын дегім келеді. Мына бейбіт заманымыз бізге осыны нәсіп етті. Осы нәсіп еткен заманымызға шүкіршілік жасап, Аллаға шүкір деп, әлі жақсы замандарды үміттеніп өмір сүруіміз керек. Мен ниетім елдің аманаты, елдің ниетін баршаларыңыз үйіңізде бір жақсы тойлар болсын. Қуанышты күндеріңіз көп болсын дегім келеді. Немерелеріңіз, балдарыңыз көп болсын. Илайым солардың тойларында мейлі депутат болайық, болмайық, бірақ адамгерлік қасиетімізбен бәрімізді бірге жүрсек, бірге тұрсақ, бір-бірімізді сыйлап, бір-бірімізді құрметтесек, бұдан артық бұл дүниедегі бір не жоқ деп ойлаймын. Сондықтан тұрғындарымыз аман болсын. Біздің мына әлеуметтік желіде көріп, мына нелеріміз, көрушілеріміз көбейсін. Мен ойлаймын, осындай нелеріміз біздің көбейді әлі. Әлі көп жұмыс жасайсыздар. Сіздер халқымыздың мұқтаждарын көтеріп, осындай бір жақсы бір нелеріміз әлі бұл бірінші емес шығар. Тағы да бір кездесулеріміз болады. Енді жақсылығың барлығы айтады ғой, мына әсте-әсте мұсылман болады дейді. Сол сияқты мына еліміздегі жақсы ниеттерімізді қабыл болып, барлық көрермендердің үйінде тыныштық болсын бірінші. Ең әуелі тыныштық болып, тойлар болсын, тойларымызда бірге болайық деген жақсы ниет білдіргім келеді. Рахмет баршаларыңызға.
Фахриддин мырза, сізге де алғысымды білдіремін. Абырой биігінен түспеуіңізді тілеймін. Алдағы бастамаларыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермен, міне осымен біздің кезекті сұхбатымыз аяқталды. Бүгінде бірқатар мәселелерге қатысты, бірқатар өзекті жайттарға қатысты бүгінгі спикеріміздің пікірін білдік. Маңызды тақырыпта талқыланды деген ойдамыз. Ендеше дәл осы сұхбаттың астына пікір білдіріп, ойларыңызды жаза кетіңіздер. Парақшаға жазылуды ұмытпаңыздар. Ал біз өздеріңізбенен келесі кездескенше қоштасамыз. Сау, саламатта болыңыздар.